Саламатсыз ба оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бастамас бүгін біз өткен тақырыптарда қамыр илеу және одан өнімдер дайындау тақырыбында үлкен топқа бастап кеттік. Соның ішінде енді бүгін үйге берген тапсырманы қайталап жіберейік. Ол үшін үйге берген тапсырма қандай еді? Кремдер әзірлеу. Олай болса, кремдер әзірлеу болатын болса, қазір мынадай бағалау парағы таратылады. Бүгінгі күнді және ат жөндерін жазасыздар. Бұл жерде әрқайсысына үй тапсырмасы және бүгінгі тақырып бойынша ары қарай білімдерімізді тексереміз. Енді қазір мен бағалау парағын таратып шығамын әрқайсысына. Бағалау парағына қарап отырсаңдар, тест тапсырмаларының әрқайсысының сұрағы тұр. Осы сұрақ бойынша дұрыс жауапты белгілейміз. Дұрыс жауап тақтада көрсетіледі. Сол бойынша әр балды белгілеп қойып отырамыз. Түсінікті ма? Енді бастайық. Бірінші тақырып кремдер бізде. Соның ішінде кремді не үшін дайындайды дейді. 4 жауап тұр. А, Ә, Б, В. Соның ішінде 4 жауаптың біреуі дұрыс жауап. Ал енді мұқият дұрыстап оқып аламыз, содан кейін белгілеп шығамыз. Кремді не үшін дайындайды? Қабаттарды жабыстыру, өнім бетін және бүйір жақтарын майлау үшін, торттар мен пирожноларды сәндеу үшін қолданады. Екінші әсі қамырды, кремді бояу үшін пайдаланады. Үшінші жемістерді жылтырату үшін және бисквитті жылтырату үшін. Осының ішіндегі дұрыс жауапты бағалау парағына белгіге қойыңдар. Енді оның дұрыс емесін қазір білеміз. Қане? Енді өздеріңе балдарыңды қоя қойыңдар. Бұл жерде өздерің бағалайсыңдар, әрі жаңа сабақ бойынша, тұжырымдама бойынша бағаламыз. Енді екінші сұрақ, крем түрлерін ата дейді. Бұл жерде сол сияқты 4 дұрыс жауап берілген, соның ішіндегі біреуі дұрыс. Крем түрлеріне сары май кремі, какао ұнтағы бар, сары май кремі, кофелік сары май кремі, новый сары май кремі. Екіншінде қант помадасы, новый сары май кремі, негізгі помада. Үшінші инвертті сироп, саршекер, новый сары май кремі. Төртінші кофе сиропы, помадасы, сары май кремі. Ал белгілей қояйық. Қайсысы кремнің түрлеріне жатады екен? Белгіледік па? Енді дұрыс жауапты көрейік. Қане? Қай дұрыс жауап екен? Өздеріңізбен салыстырыңдар. Дұрыс болса балдарыңды қойыңдар. Дұрыс емес болса 0 бал аласыңдар. Белгіледік па? Енді үшінші сұрақ. Крем дайындауға қолданылатын жабдықтарды ата дейді. Бұл жерде ет тартқыш берілген, елегіш машиналар, ұрғылағыш машиналар және кондитерлік пештер. Ең негізгі крем дайындауға арналған жабдықты белгілейміз. Негізгі крем дайындауға арналған жабдық. Ал дұрыс жауабын көрейік. Крем дайындауға қолданылатын жабдық не екен? Ұрғылағыш машина. Ал өзіміздің жауабымызбен тексереміз. Дұрыс па? Дұрыс белгілеген болсақ, онда балымызды қоя берейік. Әрі қарай 4-ші сұрақ. Кремдер қай цехта дайындалады дейді? Көкөніс цехында, ыстық цехта, кондитер цехында және салқын цехта. Қай цехта ойланамыз? Қай цехта крем дайындалады? Белгілеп алдық па? Енді дұрыс жауабын көрейік. Сонымен қай цехта дұрыс дайындалады екен? Кондитер цехында. Кремдер қай цехта? Кондитер цехында дайындалады екен. Әрі қарай. 5-ші сұрақ. Новый кремі, сары май кремнің негізгі кремнен айырмашылығы қандай дейді? 4 сұрақ. Бұл крем үшін сироп дайындалады. Екінші, бұл крем үшін какао қосылады. Үшінші, шайқау соңында джем қосылады. Және 4-ші, шайқау соңында еленген какао ұнтағы қосылады. Ойланамыз. Сары май креміне, новый сары май кремнің негізгі кремнен айырмашылығы қандай жауапта екен? Қай жауап дұрыс? Ойланып белгілейміз. Ойланып белгілейміз. Болдық па? Енді жауабын көрейік, дұрыс жауабын көрейік. Сонымен, новый сары май кремнің негізгі кремнен айырмашылығы не екен? Бірінші не дайындалып алады дейді оған? Сироп дайындалады. Ал енді сұрақтарыңды өздерің дұрыс жауаппен белгілеңіз. Міне бүгін біз шамалы үйге берген тапсырманы қайталадық. Енді тақтаға қарайық. Тақтада біз қандай өнімдерді көріп тұрмыз? Тоқаштар көріп тұрмыз, тағы да самса көріп тұрмыз, пирогтар көріп тұрмыз,
және бөлшкен еді, тоқаш демей ма? Тоқаштар. Міне осылардың барлығы неден жасалынады? Қамырдан жасалынады. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз, жаңа тақырыбымыз ашытқы қамыр және одан дайындалған өнімдер. Ашытқы қамыр және одан дайындалған өнімдер. Енді тақтаға қарап мұқият тыңдаймыз. Өзі ашытқы қамырлар ұннан жасалған кондитер өнімдерінде арналған қамырдың түрлері қопсыту тәсілі бойынша екі үлкен топқа не қылады екен? Бөлінеді екен, ашытқылы және ашытқысыз. Ашытқысыз қамыр өзінің қопсыту тәсілі бойынша үлкен төрт топқа бөлінеді. Не дейді? Химиялық қопсытқыштармен шайқап әзірленген, содан кейін қаттастыру жолымен әзірленген және қайнатылған тәсілмен әзірленген қамырлар болып төрт топқа бөлінеді екен. Жаңағы екінші ашытқылы қамырымыз бөлінеді екі үлкен топқа. Қандай дейді? Ашытқан тәсілмен және ашытпаған тәсілмен болып екіге бөлінеді екен. Ашытқан тәсіл дегеніміз не дейді? Су, ұн, ашытқы, қант қосып бірден қосып дайындалған қамырды. Қандай қамыр дейді? Ашытқан тәсілмен дайындалған қамыр дейді. Ал ашытқан тәсілмен деген қор дайындап алып дайындаған дейді. Енді екіншісі қамырға барлық азықтарды бір мезгілде қосып илеп дайындайтын болса, онда ол қамырды не дейді? Ашытпаған тәсілі деп аталады екен. Енді біз білеміз, қамырды илеу кезінде өздеріміз көріп жүрміз, бізді жабдықтан да оқып жүрміз, қандай бізге не керек? Кондитерлік жабдықтар керек, кондитер цехына арналған жабдықтар. Соның ішінде бізге ең қажеттісі қандай жабдық еді? Электрлік немен? Пештермен нелер екен? Шкафтар екен. Міне мынадай шкафтар, қазіргі соңғы үлгідегі шкафтар, және де біз не білеміз? Крем дайындауға біз қандай жабдық жаңа керек дедік? Ұрғылағыш машиналар. Мінекей ұрғылағыш машиналар керек. Және қамыр ең бастысы бізге не керек? Қамыр илейтін не керек? Машина. Қамыр илейтін машина керек екен. Енді жаңа айтқандай, ашытылған қамыр өзі екі тәсілмен дайындалады дедік. Ашытпаған тәсілмен және ашытқан тәсілмен. Енді осының ішіндегі ашытпаған тәсілін көрейік. Ашытпаған тәсілге мына жерде көріп отырсыңдар, шикізаттардың барлығы берілген. Біз не дедік? Бір мезгілде шикізаттардың барлығын қосып, бірден илеп, неғылады, ашытады. Соны не дейді? Ашытпаған тәсілі дейді. Енді екінші, осы ашытпаған тәсілді дайындау үшін біз жаңағын айтты, қандай жабдық керек? Қамыр илейтін жабдықтар керек. Қамыр илейтін машиналар. Мінекей қамыр илейтін машина. Оған не істейміз әуелі? Бізге қамыр илеу үшін ең бірінші негізгі бөліміміз біздің еді? Ашытқы, ашытқы салғаннан кейін біз оның қамырды ашытқан қамыр деп айтамыз. Енді ол үшін сүтті азғантай бөлігін суға, ашытқыны салып, азғантай қант қосып, 4% қантын қосып, не қыламыз? Ашытқыны ертіп аламыз. Одан кейін не қыламыз? Тұз бен қантты суда ертіп, оны електен өткізіп, жаңағы ыдысымызға не қыламыз? Қосады екенбіз. Одан кейін жұмыртқа мен не болса меланжды не қыламыз? Араластырып алып, оны да електен сүзіп, 2-3 мм електен сүзіп өткіземіз. Содан кейін ұнды біз қалай қосатын едік? Ұнды шикізаттар дайындау дегенде біз ұнды не істеп аламыз дедік алдын ала? Байытып, немен байытуымыз керек? Оттекпен байытуымыз керек, өйткені не қылуымыз керек? Біздің өніміз көтерілу керек. Сондықтан оттекпен байыту үшін оны не қыламыз? Оны елеп аламыз, сөйтіп барып жаңағы ыдысымызға қосады екенбіз. Тегештің, мына қамыр илейтін тегештің сыйымдылығы 140 литрлік үлкен дежа сыйымдылыққа 40 килограммдай ұн қосылады екен. Бір қап, мысалы, 40 килограммдай ұнды бірден илеуге болады екен. Не қыламыз? Енді жаңағы дайындап алған қоспамыздың барлығын дежаға салып, оны дежаны қамыр илейтін машинаға жалғастырып бекітеміз, қалқан түсіреміз. Қалқан деген не еді? Не үшін керек еді қалқан? Неден қорғайды бізді? Неде? Қолды жаңағы қорғау үшін, қолды алып кетпес үшін. Қалқан түсіреміз, сөйтіп машинаны қосамыз, сөйтіп қамырды не қыламыз? Илейміз. 5 минуттай қамырды илеп аламыз. Илегеннен кейін барып, ең соңында тесттің бір сұрағы дедік, ең соңында бізге не қосуымыз керек? Қамырға ерітілген майды қосамыз. Міне сөйтіп біз қамырды илеп дайындап қойдық. Енді оны не қыламыз? Беті желденіп кетпес үшін, беті қатып қалмау үшін не істейміз? Оның бетін
жабамыз, сөйтеміз де қандай жерге қоямыз, қамыр көтерілу үшін қандай жағдай керек бізге? Жылы бөлме температурасы керек екен, жылы бөлме. Оны неше сағатқа қоямыз? 2,5-3 сағатқа, 3,5 сағатқа қамырдың ашуына неғыламыз қояды екенбіз. Сол уақыттың кезінде қамырымыз біздің неғылады, көтеріліп, ашиды екен. Неше есе көбейеді өзінің көлемінен? Қанша? 2,5 есе неғылады, қамыр көбейеді. Енді сол көмегеннен кейін оны неғыламыз, иінін қайтарып, неғыламыз, 1-2 есе илейміз. Ол неге байланысты? Оның күштілігіне, қамырлығына байланысты. Илеп болғаннан кейін қамырымыз қайтадан көтеріледі. Жылы жерге қойғаннан кейін, содан кейін біз одан әртүрлі неғыламыз, өнімдер дайындаймыз. Қане енді мынау ашытқан тәсілмен дайындалған. Біз жаңа ашытпаған тәсілде барлық шикізаттардың барлығы не қылдық? Бірден қостық та, бірден иледік. Енді ашытқан тәсілде не істейтін ек? Біз алдын ала әуелі не қыламыз? Қор дайындап аламыз. Қор дайындап алу деген не? Ұнды, сосын қантты аз мөлшерде, және суды немесе сүтті, және ашытқыны салып, не қыламыз? Ашытқыны көбейтіп аламыз. Мінекей, көбейтіп процесс. Сол кезде ашытқы көбейіп, не қылады? Көпіршіктер пайда болып, ыдысымызға кесе көтеріледі. Одан кейін бар оған қалған өнімдердің барлығын салып, 1,5 сағатқа қойып, одан кейін қалған өнімдердің барлығын салып, қамырды не қыламыз? Илейміз. Содан кейін ол әрі қарай көтеріліп, көтерілген кездегі қамырдың түрі мынадай болады. Не қылады? 1,5-2 есе көтеріледі. Және не қылады дейді? Қолмен басқан кезде қолға жабыспайтындай формада болады екен. Енді осы қамырды илеу кезінде әртүрлі кемшіліктер болады. Енді мына тақтаға қарап отырсаңдар, әртүрлі кемшіліктер жазылған. Оны әуелі көрмес бұрын мына 3-4 қамырды мен сендерге әр столға таратам. Осы бойынша біз қазір қамырдың ашыған және тым ашып кеткен және ашымай қалған неғыламыз зерттеп білеміз. Қане, ашып көреміз. Енді бірінші дейді, әр қайсының өздерінің алдарында қамырды. Енді мұқият тыңдаңдар. Бірінші, тақтаға қараймыз, ашыған қамыр қандай дейді? 1,5-2 есе не қылу керек? Көлемі ұлғаю керек. Сосын саусақпен басқан кезде қайтадан қалпына келу керек. Ал енді өзіміздің алдымыздағы қамырлардың барлығын бақылап көреміз. Саусақпен басқан кезде орнына не қылу керек? Баяу келу керек дейді. Беті дөңес қамырдың ұнамды иісіне иіскеп көреміз. Не шығу керек? Спирттік иісі шығу керек дейді. Және пісірілген кездегі өнімдердің сыртқы түрін қазір біз бақылап көреміз. Енді ашу жетілмеген қамыр дейді. Қараймыз, саусақпен басқан кезде не қылады екен? Қайтадан тез ғана қалпына келе қояды екен. Бізде ашыған қамыр қандай келді? Баяу көтерілген. Ал басқан кезде ашу жетілмеген қамыр бірден не қылады? Тез қалпына келе қояды екен. Енді бұндай өнімдерден пісірген, қамырдан пісірген өнімдердің бетіндегі қыртысы не қылады? Қабық пайда болып, жұқа қабық болып қалады екен. Тым ашып кеткен қамырды көрейік. Тым ашып кеткен қамыр не қыл дейді? Басқан кезде қалпына келмейді екен. Және иісі қандай болады екен? Егер көп ұстап қалатын болса қамырды, уақытынан ұзағырақ ұстап қалатын болса, онда не қылады? Ашу процесі болады да, спирт көбірек бөлінеді, қышқыл иісі пайда болады екен, қышқыл. Және не қылады? Қалыпқа өнім берген кезде қалыпы не қылады? Келе қоймайды екен. Және бұның пісірілген кездегі формасы жайылып, өнімдер не қылады? Дәмсіз болады екен. Енді алдарыңа бір қамыр берілді. Осында бағалау парақтарыңа жаңағы мұна берілген 3 топ бойынша анықтап бағалау парағына белгілей қойыңдар. Кімде қай столда қандай қамыр берілген екен? Ашыған қамырға мінездеме бере қойыңдар. Ашыған қамырға мінездеме береміз. Қай топта қандай қамыр берілген? Қолмен басып көреміз, иісін көреміз, және өз формаға қалыпқа келе ма, келмей ма, соны көреміз. Көрдік па? Сонымен енді жауабын тексерейік. Тақтаға қараймыз, жауабын қараймыз. Бірінші А тобындағыларға не берілген? Ашыған қамыр. Өздерінің жауаптарымен тексеріңдер. Дұрыс па, дұрыс емес па? Ашыған қамыр. А тобына ашуы жетілмеген қамыр дейді. А тобы дұрыс па жауаптарыңмен?
бағалау парақтарыңа өздерің белгіленген. Сөйтіп балдарыңды қойыңдар. Және Б тобы тым ашып кеткен қамыр. Тым ашып кеткен қамыр. Енді осы қамырдың мінездемесін толықтай анықтау үшін әр топтан өздері қамырлары жайында, жаңа біз білдік қандай ашыған қамыр қандай екен, тым ашып кеткен қамыр қандай екен, және ашуы жетілмеген қамыр қандай екен. Енді соны кім айтады? Ашыған қамырдың несін? Ал Әсем айта ғой. Ашыған қамырдың көлемі 2,5 есе ұлғаяды. Басқан кезде баяу қалпына келеді. Жағында спиртті иісі болады. Бұдан пісірілген өнімдер құрылымы әдемі, беті дөңес, сырт көрінісі әсем болып келеді. Дұрыс отыра ғой, Әсем. Ал енді тым ашып кеткен қамырдың мінездемесін кім береді? Тым ашып кеткен қамырдың мінездемесін. Ырысжан айта ғой. Ашуы жетілмеген қамыр. Бұл саусақпен басқан кезде тез қалпына келеді. Мұндай қамырдан жасалған өнімдердің беті дақтармен және жұқа қабықпен қапталады. Ашуы жетілмеген қамыр. Отыра ғой. Енді келесі қамырда мінездеме берейік. Тым ашып кеткен қамыр жайында кім айтады? Тым ашып кеткен. Ота айта ғой. Тым ашып кеткен қамырда мынандай кемшіліктер болады. Олар саусақпен басқан кезде, яғни орнына келмейді. Және ода жағымсыз қышқыл иіс пайда болады. Және оны формаға келтіруге икемге келмейді. Сосын табаға салғанда піскен кезде ол формасы болып шығады. Ол дәмі нашар болады. Енді бүгінгі дайындаған ашытылған қамырдан әртүрлі өнімдер дайындалады екен. Қарап отырсаңдар, мынау дәмдендірілген қамырдан жасалған тоқаштардың мынадай формасын жасауға болады. Сол сияқты аққу бейнесін жасауға болады. Мынадай үлгіде қылып, әрі қарай тоқаштарды фаршпен жасауға болады, әртүрлі фарштармен, және аққудың мынадай келесі формасын жасауға болады. Балық формасын жасауға болады. Қамырдан, ашытылған қамырдан торайдың бейнесін, торайдың басының формасын жасауға болады. Мынадай үлгіде қылып, қоянның бейнесін жасауға болады. Саңырауақтың формасын келтіруге болады қамырдан, және қаласы дәннің бейнесін келтіруге болады екен. Міне осы өнімдердің барлығын енді қазір формасын мен көрсетемін. Енді бүгінгі сабағымызға байланысты жаңағыда айттық, балықтың формасы, торайдың формасы сияқты әртүрлі бейнедегі қамырдан, ашытқы қамырдан бейнелер жасауға болады екен. Енді соны қазір осы жерде жасап көрсетемін. Мұқият қараңдар. Ол үшін бізге мынадай ашытқы қамыр керек. Ашытқы қамырымыз біздің ашып тұр. 2-2,5 есе көтеріліп тұр. Иісіне қандай иіс шығып тұр? Жағымды спирт иіс шығып тұр. Ол үшін біз әуелі не қыламыз? Қамырларды бөлшектеп аламыз. Бөлшектеп алып, оны нешеге қоюымыз керек? Кішкене көтерілуге 10-15 минутқа қоюымыз керек. Міне мынадайға бөлшектеп алдық. Қамырымыз ашып көтеріліп тұр. Енді осыдан әртүрлі формадағы бейнелер жасаймыз. Енді жаңағындай айтқандай, қамырларымыздың барлығын әрқайсысын әр бөліктен әртүрлі бейнедегі құстардың бейнесін береміз. Мына жердегі мысалы берілген мынау аққу бейнесі. Оны жасау үшін біз әуелі мынадай қамырды аламыз, оны жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін ортасына кішкене май жағып жіберіп, бір-бірінен ажырап тұру үшін қамырды бүктейміз. Екіге бүктедік. Бүктедік деп пышақпен ұзына бойына кесіп, бірінші аққудың несін? Мойнын жасаймыз. Мінекей, мойнын еріп, әкеліп, жерге қойдық. Енді қанаттарын келтіру үшін былай қылып әр жерден кесеміз. Міне сол кезде бізде аққудың мынадай бейнесі шықты. Аққудың бейнесі. Енді мына жерге кішкене көзін қарайтып, бір жаңағы шұжықтан қойып жіберсек, аққудың дәл мынадай бейнесі шығады екен. Мінекей. Көрдік па? Аққудың бейнесі. Енді бұны алып көтерілуге естіге не қыламыз? Жинақтаймыз. Енді келесі бейнесін көрейік. Тағы да күнделікті біз дайындап жүрген тоқаштың бейнесін білесіңдер, кішкене май жағып жіберіп қамырды жайып аламыз.
жайып алдық. Не қыламыз? Ортасына ішінен көріну үшін дайын мақтан саламыз. Саламыз да енді бүктеп осыны не қыламыз? Мынадай қып кесеміз. Кесіп, оның ішін ашатын болсақ, бізде не шығады? Қандай гүл шығады? Розаның формасы шығады. Ішінде несі? Қабырғаларынан мақ көрініп тұрады. Бұны алып, листіге жайлап қоя береміз. Сол сияқты тоқашпен жасауға болады. Тоқаштың формасын келтіруге болады. Ол үшін кішкене май жағып жіберіп, қамырымызды жайып алып, шират бағып, ширатып аламыз. Сөйтемізді осы қамырды бүктеп, мынадай тоқаштық формасын келтіруге болады. Сөйтіп, көтерілуге қойсақ, бұл ірі көлемде болып көтеріледі. Және де тағы да аққудың келесі бейнесі бар. Ол үшін мынадай бөлінген қамырды алып, жайып аламыз. Бірінші қамырдан екі күлше керек бізге бұған. Бірінші қамырдан аққудың мынадай мойнын жасаймыз, басын келтіріп. Мынадай формасын жасап аламыз. Әуелі бірінші күлшеден. Енді дәл осындайға екінші күлшені аламыз да. Екінші күлшені алып, қайтадан жайып, енді қанатын жасаймыз. Қанатын жасау үшін оны ортасынан бөліп, және қанаттарының сызықтарын келтіріп, екі жағынан әсемдеп аламыз да. Осыны апарып, мына жаңағы аққу бейнеміздің үстіне апарып саламыз. Міне, мынадай қылып. Міне сол кезде, бұл көтерілген кезде әдемі аққудың формасын келтіретін. Мынадай формада. Енді осыны апарып, нестіге апарып көтерілгенге дейін қоямыз. Және де қоянның бейнесін салуға болады. Мынадай қоянның бейнесін. Ол үшін дәл осындай кішкене қамырдың бөлігін алып, жайып аламыз. Бейнесін жасағанда бұл тек қана басын келтіреміз. Домалақтап жайып алдық. Содан кейін құлақ жағынан екі ұзын кесінді жасаймыз. Міне екі кесінді. Содан кейін құлағының формасын келтіреміз. Екі құлақтың формасы келді, мынау беті болады. Енді жаңа алған кесегімізді мынаның мұрнын жасаймыз. Сөйтіп, қоянымыздың басын бұлай келтіреміз. Екі жеріне кішкене ғана мынадан салатын болсақ, мақтан салатын болсақ, онда бізге несі бейнеленеді, көзі бейнеленеді. Сонда мына қоянның мынадай құлағы, екі қалқиған, екі қоянның көзі шығады. Бас бейнесін берген. Бұны да алып. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не еді? Ашытылған қамыр және оның дайындалған өнімдер. Міне бүгінгі жаңа пісірілген өнімдердің барлық формасын көрдіңдер. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті.